Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін қазақ тілі сабағымыздан 80-81 беттегі дара және күрделі етістікке байланысты берілген жаттығуларды орындайтын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен етістік жайлы қайталап алайық. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістік құрамына қарай дара және күрделі етістік болып екіге бөлінеді. Ауа райы құбылыстарын айту арқылы дара және күрделі етістіктерді қайталайық. Бірінші суретке назар салайық. Бірінші суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыздар. Күн шықты. Бұл жердегі етістік шықты. Бұл дара етістік. Ал оны күрделі етістікке айналдыратын болсақ, күн шығып жатыр. Ал екінші суретке назар салайық. Күн бұлттанды. Бұл жерде етістік бұлттанды. Бір сөзден құралған. Демек, бұл дара етістік. Ал енді осыны күрделі етістікке айналдыратын болсақ, күн бұлттанып жатыр. Үшінші суретке назар салайық. Жаңбыр жауды. Бұл жердегі етістік жауды. Бұл бір сөзден құралған дара етістік. Ал осы дара етістікті енді біз күрделі етістікке айналдыруымыз керек. Қалай болады деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Жаңбыр жауып жатыр. Жауып жатыр етістігі күрделі етістік болады. Кемпір қосақ шықты. Шықты дара етістік. Ал енді осыны күрделі етістікке айналдырайық. Кемпір қосақ шығып жатыр. Шығып жатыр бұл жердегі екі сөзден құралған күрделі етістік. Келесі 24-ші жаттығуға назар салайық. Дара етістікті күрделі етістікке айналдырып жаз. Өсті, жуды, сүзді, озды, тоқыды деген сіздерге бір сөзден құралған дара етістіктер берілген. Балалар, сіздер осы дара етістіктерді енді күрделі етістіктерге айналдырып жазуларыңыз керек. Өсті, өсіп жатыр. Жуды, жуып жатыр. 25-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі етістікті қатыстырып сөйлем құра. Бірінші суретте қозы бейнеленген. Қозының ең бірінші әрбін алып таста. Екінші суретте піл. Піл сөзіндегі соңғы екі әріпті алып таста. Үшінші суретте керік бейнеленген. Керіктің соңғы үш әріпін алып таста. Және л әріпін оған қосып оқы. Сосын доп бейнеленген. Доп сөзіндегі соңғы екі әріпті алып таста. Бір сандағы соңғы және басындағы бір әріпті алып таста. Сенде қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыздар. Балалар, енді сол сөзге сөйлем құрап жазуымыз керекпіз. Келесі 110-ші сабақтағы 26-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Жақан Смақовтың өлеңі. Өлеңдегі етістіктерді тауып балалар, менің жекеме ол дара етістік немесе күрделі етістік екенін айтасыздар. Бұны балалар біз ауызша орындаймыз. Келесі 27-ші жаттығу. Жаңылтпашты қатесін түзеп жаз. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Етістіктерді тауып, дара не күрделі екенін ажырат. Балалар, дара етістіктің үстіне карандашпен дара е, күрделі етістіктің үстіне күрделі е деп жазып қоямыз. 28-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Құстардың тұмсығы дән шоқу, жаңғақ шағу.
жемістерді жұлу үшін қажет. Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын немесе тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Тоқылдаққа тұмсық не үшін керек деп ойлайсыздар балалар? Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Мінеки, осы сұрақтарға дереккөздерден жауап іздеулеріңізге болады балалар. Дереккөз дегеніміз ол интернет желісі. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Қорытынды жасау мақсатында маған жекеме мына тесттің жауаптарын айтып жіберіңіздер. Дара етістік қатарын тап. Оқып отыр. Ә. Секірді. Б. Ойнап жүр. 2. Күрделі етістікті тап. А. Тапсырды. Ә. Айналды. Б. Оқып жүр. Үй жұмысы 30-ші жаттығу. Не істеді, қайтеді сұрақтарына жауап беретін сөздерді топтастырып жазамыз. Қайталады, саңқылдады, шықылықтайды, қиқулайды, кейді, ойлады сөздері берілген. Үлгі ретінде мен сіздерге бір сөзден айтамын. Не істеді, қайталады, шықылықтайды, қайтеді сұрағына жауап береді. 2 бағанға бөліп осылай жазып қойсаңыз, астасына осылай жазып қойсаңыздар болады балалар. Сау болыңыздар.